Армян халқының гата печеньясын жасап көрейік. Бұл печеньяның дәмі маған қатты ұнады. Алдымен ыдысқа қаймақ, жұмыртқа, қантты салып, араластырып, шетке алып қоямыз. Кеңірек ыдысқа ұн мен разрыхлительді салып, араластырып, үстіне тоңазытқыштан шыққан сары майды төрт бұрышты қылып турап салып, қолмен біркелкі болғанша еземіз. Сұйық массаны құйып жақсылап илейміз. Осындай жұмсақ қамыр болу керек. Екі жағына аздап ұн сеуіп отырып, барынша жұқа етіп жаямыз. Қамырдың үстіне бөлме температурасындағы вареная сгущенканы біркелкі етіп жағамыз. Мен сгущенканың орнына карамель қолдандым. Карамельдің рецебін және жасалу жолын алдыңғы видеодан көре аласыздар. Үстіне ұсақталып туралған грек жаңғағын себеміз. Қамырды тығыз қылып орап, бірнеше бөлікке бөлеміз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын сүтке араластырып жағып, алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 25 минуттай қызарғанша пісіреміз. Печенье дайын, ас болсын.